Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі тәуелдік жалғаумен танысатын боламыз. Осының алдында түсірілген сабақтар сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Барлығын түсініп жатсыздар деген ойдамын. Ендеше бүгін сіздерге тағы да бір қысқаша ереже тәуелдік жалғаумен танысамыз. Бірінші тәуелдік жалғаудан бұрын біз тәуелдік есімдіктермен танысып алайық. I, my, яғни тәуелді есімдік менің. You, сен, сенің, your. He, ол, оның, his. She, ол, оның, her. It, ол, оның, its. Біз, we, біздің, our. Сіздер немесе сендер, you. Сендердің немесе сіздердің, your. Және олар, they. Олардың, their. Яғни бұл тәуелдік есімдіктер. Тағы да бір рет қайталап кетейін. I, my, мен, менің. You, your. Сіз немесе сен, сенің, сіздің. He, his. Ол, оның ер адамдарға қолданамыз. She, her. Ол, оның әйел адамдарға қолданамыз. It, its. Оның затқа немесе жануарларға қолданған кезде, жануарларды айтқан кезде қолданамыз. Келесі біз, біздің, we, our. Сіздер немесе сендер, сіздердің, сендердің, you, your. Олар, олардың, they, their. Енді дәл осы есімдіктерге мысал құрастырайық. Мысалы, мен айтам, мен Қазақстаннанмын. I'm from Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Менің атым Бұлбұл. My name is Бұлбұл. Яғни көріп тұрсыздар. I'm from Kazakhstan. Менің my name is Бұлбұл. Келесі мысалға келетін болсақ, мысалы сен ағылшындықсың. You are English. You are English. Сенің есімің Ben. Your name is Ben. Келесі ол. Мысалы, ол студент. He's a student. He's a student. Оның аты Марко. His name is Marco. Келесі қызға қатысты қолданайық. Мысалы, бізде name басталған екен, ары қарай толығымен nameға қатысты сіздерге түсіндіріп шығайын. Ол, мысалы, ол итальян. She's Italian. She's Italian. Ол итальяндық. Оның аты Клара. Her name is Clara. Her name is Clara. Енді затқа тоқталайық. Мысалы, бұл ағылшын мектебі. It's an English school. It's an English school. Оның аты, its name is English Club. English Club. Its name is English Club. Яғни мен мектепті айтып тұрмын, және оның аты
English club. Жаңағыны айттым, ит деген жансыз заттарға немесе жануарларға қолданылады. Ары қарай кеттік. Біз. Мысалы, біз Бразилиядамыз. We're from Brazil. We are from Brazil. Біздің аттарымыз, our names are Selma and Louis. Көріп отырсыздар, we are from Brazil. Our names are Selma and Louis. Көпше түрде. Келесі кеттік. Сіздер. Мысалы, сіздер американдықсыздар. You are American. You are American. Сіздердің аттарыңыз. Your names are мысалы Tom and Katie. Your names are Tom and Katie. И соңғы олар, мысалы, олар дәрігерлер. They are doctors. Олардың аттары. Their names are Pedro and Louis. Түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге, яғни мен және менің тәуелдік есімдіктердің қалай жасалатынын. Келесі мен сіздерге тәуелдік жалғауды түсіндіретін боламын. Енді тәуелдік жалғауды бастайық. Тәуелдік жалғау дегеніміз ол possessive s, бізде апострофпен жасалады. Мысалға айтатын болса, бұл мысалы Томның велосипеді. This is Tom's bike. Бұл Томның велосипеді. Бұл кімнің велосипеді? Бұл Томның. Яғни велосипед Томға тәуелді болып түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Қазақ тілінде бізде ның, тың деген жалғаулар бар. Мысалы, Томның, Арманның, Асқардың деген сияқты біз тың жалғаймыз. Сол сияқты бұл жерде апостроф s жалғанады. This is Tom's bike. Енді естеріңізде сақтап алыңыздар, бұл тәуелдік s жалғауы отбасы мүшесіне немесе адамдардың есіміне жалғанады. Мысалы, отбасына айтайық. This is mom's book. Яғни бұл анамның кітабы. This is mom's book. Немесе тағда бір мысал. Ella is Ben's wife. Ella Ben'нің әйелі. Ben's wife. Түсініп тұрсыздар ма? Ның дегеніміз апостроф s-пен жасалып тұр. Ella is Ben's wife. Яғни бұл жекеше түрде. Тағда бір осыған мысал келтірейін. Анау тұрған дейік мысал, ер адамның машинасы, яғни бір ер адам. That's a man's car. That's a man's car. Анау ер адамның машинасы, яғни қандай да бір ер адамның машинасы алыстап тұрған. Сондықтан айтамын, that is a man's car. Енді бұл жекеше түр, енді мен сіздерге қазір көпше түрін түсіндіретін боламын. Көпше түрі, мысалы, мынау біздің ата-анамыздың үйі. Ата-ана, это көпше түрде.
This is біздің our parents. Біріншіден қараңыздар, parents ата-аналар. Мен оған тағы да апостроф қойып с жалғамаймын. Мен тек қана одан кейін s-ті апостроф қана қоямын. This is our parents' house. Яғни қазақша айтатын болсақ, бұл біздің ата-анамыздың үйі. Яғни екі жалғау жады ата-анамыз біріншіден және дің ата-анамыздың үйі. Ал ағылшын тілінде parents одан кейін тағы да бір s жалғанбас үшін біз тек қана көпше түрде s тұрса және одан кейін апостроф қоямыз. Parents house. Бұл тек қана дұрыс зат есімдермен қолданылады. Дұрыс зат есім. Себебі мына жерде қараңыздар, бұрыс зат есім беріліп тұр. Мен бағана түсіндірдім. That is a man's car. Яғни бір ер адамның машинасы. Көпше түрде ол man болады. Көпше түрде ол кәдімгідей man's car. Айырмашылық жоқ апострофтың жалғануы. Енді тағы да бір мысал ретінде мынау балалардың сөмкелері дейді. Мыналар дейді көпше түрде. These are children's bags. These are children's bags. Яғни көріп тұрғандарыңызда көпше түрде айырмасы жоқ. These are children's балалардың сөмкелері. Children деген балалар. Мен сіздермен parents пен children'ның айырмашылығын көрсеткім келіп отыр. Яғни parents дегеніміз ата-аналар және апостроф қойған кезде ата-аналардың. Children's апостроф s-пен жасалады кәдімгідей балалардың сөмкесі. Бұл бізде бұрыс зат есім. Бұрыс зат есім көпше түрде s жалғанбайды, сондықтан біз тәуелденген кезде біз тәуелдік жалғауын жалғаймыз. Келесі кеттік. Тағы да бір мысал. Дұрыс зат есімге қояйын. Мысалы, these are қыздардың деге girls cars. Мынау қыздардың машиналары. These are girls cars. Girls біріншіден қыздар, апостроф қойған кезде дің жалғау болады. These are girls cars. Бұл қыздардың машиналар, қыздардың, яғни қазақ тілінде қыздар көпше, сосын дің жалғау, қыздардың екі жалғау жалғанады. Ағылшын тілінде екі рет s жалғанбас үшін біз тек қана s-тен кейін апостроф қоямыз. Тағы да бір мысал қояйық. This is мұғалімдардың бөлмесі. Мынау мұғалімдардың бөлмесі. Teacher's room. This is teacher's room. Яғни teachers мұғалімдар, апостроф қоямыз, мұғалімдардың. This is teacher's room. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, жауаптарыңызды комментарийға қалдырсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Және де сіздерге әдеттегендей соңында мен сіздерге осындай тапсырма қалдырамын. Тапсырманы орындап, жауаптарын комментарийге қалдырсаңыздар болады. Сіздерге бәрі ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.